Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен алмадан тәтті пирог жасайтын боламыз. Бұл керемет рецепттердің бірі. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып миксерлейміз. Біздің массамыз аппақ болып көпіршіп көтерілуі қажет. Біздің массамыз осылайша болып көтеріледі. Оның үстіне еріген сары майымызды құйып тағы да бір рет араластырамыз. Содан соң құрғақ ингредиенттеріміз ұн мен разрыхлителді араластырып алып, жаңағы дайын тұрған массамыздың үстіне бөліп салып миксерлейтін боламыз. Тестамыз дайын болғаннан соң кубиктап турап алған алмаларымызды салып араластырамыз. Алманы салғаннан соң жоғарыдан төменге қарай жақсылап ұзағырақ араластырамыз. Өйткені біздің тестамыз бен алмаларымыз жақсылап бірігіп араласуы қажет. Осылайша араластырып алып болғаннан соң дайын тестамызды 22 немесе 24 см формамызға салып орналастырамыз. Формамызға салып алғаннан соң бетіне осылай алмаларды турап, әдемілеп сәндеп қойсақ болады. Пирогымызды міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 50-60 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің пирогымыз дайын болды. Пирогымызды міндетті түрде бөлме температурасында 2 сағат суытып аламыз. Бетіне қалауыңызша қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.